Сәлем, менің атым Айбек. Менің физиологиялық жай-күйім баланыкі. Себебі мен 9-шы сынып оқушысымын. Кейінгі кезде менде көп өзгерістер болды. Оның ең маңыздысы толып кетуім. Балғын балашық шақтың қызықты шақтары достармен қыдыру, клубтарға бару, отырыстарға арналып жатыр. Соның салдары мекен дене бітімінде қатты өзгерістер болды. Бұрын ширақ едім, енді аздап ентігу кездеседі. Күнделікті газдалған сусындарды ішпесем, сыртқы тез дайындалатын тағамдарды жемесем, көңілім орнына түспейді. Оған көп алаңдамайды да екенмін. Бірақ денсаулық жағдайым өзгере бастаған соң, дәрігердің бақылауынан өттім. Маған позитивті қозғалыс, жақсы музыка мен спортпен шұғылдану керек. Айналамдағы ортам дұрыс тамақтана білсең, болмыс бітімімнің дұрысталатынын айтып жатыр. Мен дұрыс тамақтанудың барлық жолдарын қарастырып, тиісті курстардан да өтіп жатырмын. Маған қандай кеңестер бересіздер?